Біз Ресейде туылып, сол жақта тұрып жатырмыз. Біз жергілікті қазақпыз. Сол жақта тұрамыз. Алыстағы ағайын. Көбі білмейді, Арабияда қазақтар бар ма? Мен Арабиядан қазақ десем, бәрі ойланып қалады. Алыстағы ағайын. Мысалы, Өзбекстанда ондай мүмкіндік жоқ. Бір сөзіміз қазақша болса, оның сөзіміз арабша болады. Атамекенімізге келіп, мүмкіншілік болып, сіздерге қазақшамен жеткізуге тырысамын. Сіздерге рахмет тыңдағандарыңыз үшін. Алыстағы ағайын. Алыстағы ағайын. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы. Алыстағы ағайын хабарымен микрофон алдында Жазира Мантай. Алтайдан ауған ел, бір кездердегі саяси зобалаңға байланысты өз отанынан амалсыз көшкен қазақ көші. Бұл туралы көп айтуға болады. Шығыс Түркістан, Қытайдың Шыңжаң автономиялы аумағынан көшкен қазақтар Гималай жонынан ендей өтіп, Такламакан шөлін бастан өткеріп, Үнді және Пәкістан жеріне келеді. Ол жерден түбі бір түрік жұрты, діндес, бауырлас халық деп Түркия жеріне қарай қоныс аударады. Алыстан жеткен өз бауырларымыз деп түбі бір түрік жұрты көшіп қонудан әбден жабыққан қазақ жұртын өз қанатының астына алып, Анадолы жерінде егін егіп күнкөріс қамын жасасын деп қазақтарға арнайы жер береді. Түрік жеріне келіп қоныстанған қандастарымыз Ниденің өздеріне бұйырған бұл ауылына Алтай деп ат береді. Бүгінде 60 жыл толып отырған осы жердегі қазақтарымыз биыл Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына орай Анадолыдағы Алтай қазақ ауылының 60 жылдығын атап өтті. Түркия жерінде тек қазақ ұлты шоғырланған Алтай қазақ кент ауылдарының тасын қалаған қазақ азаматтарының алдыңғы буынының бүгінде көз тірі қалғандары өте аз. Анадолы жерінде өткен 2 күндік қазақтар басқосуына арнайы келген бұрынғы осы ауылдың тұрғыны, қазіргі қонағы болған қандасымызға ауыл тарих туралы білмек ниетпен микрофон ұсындым. Мен атым Рашидхан Гокай. Мен Пакистанда дүнияға келгем, Пешавурда. 1953 сенесінде Түркия Зейтинбурнға келгенбіз. Иранның Бағдатқа келгенбіз. Бағдаттан да gemимен шығып, Зейтинбурн Тузлаға келгенбіз. Сол жерде қалдық. Өз жерден өкмет бізге жер берді. Зейтинбурн сендеркі болсын, қоршаған алынар. Өзіміз кішкене бала боламыз. Білмейміз, атадарымыз деп біз қой бағамыз, ат бағамыз, қымыз ішеміз. Оның емінезе Ниде, Улукушлы, Алтай Konya, İsmilköy, Salili sözdері көшіп барғамыз бәрі. Әке-шешеңіз Пакистаннан келді? Әке-шешем Doğu Türkistan'dan Pakistan'a көшкен. Pakistan'dan кейін онан кейін İslam ülkesi деп Türkiye'ye geldik. Қанша бала тәрбиелеп отырсыз? Мен 6 балам бар. Үйде қай тілде сөйлесесіздер? Үйде қазақша, түркше konuşамыз. Қазақстанға бармадым. Неге Қазақстанға бармайсыз? Дәм тәріпчесі барамыз ғой, иншалла. Қазақстанға бұрын соңды келіп көрмеген, бірақ атамекенді келіп көргісі келетін Рашидхан Гокай сынды қандастарымыз мұнда өте көп. Шыңжаң өлкесінің Алтай аймағында өмір сүрген Ақыт қажы Үлім жолының ұрпақтары да бүгінде Анадолы жерін мекен етеді. Атақты қазақ ақыны, діни қайраткері, халық ағартушысы. Сонау 1908 жылы Алтай Қобда аймақтары қажылар тобының аудармашысы ретінде Меккеге қажыға сапар шегіп барған екен. 1891 және 1914 жылдары Санкт-Петербург қазан баспаларынан Ақыт қажы атамыздың Жиһанша, Ахрет Баян, Сайпіл Мәлік Жамал дастандары мен Ишан Махмуд аталатын кітаптары бірнеше рет жарық көрген. Ол кездегі қатаң саясаттың салдарынан Ақыт Үлім жолының шығармалары Алтайский деген бүркеншік атпен Айқап журналына жарияланып тұрған екен. Ақынның Адамның жасы, Асан ата, Шыңжаң қаритасы, Керей шежіресі, Ер Жәнібек, Алтай деп аталатын туындылары ел арасына кеңінен таралған. Міне осындай асылдың сынығы Ақыт қажы Үлім жолының қызы бүгінде 80-ді алқымдаған Мәстур анамызбен Анадолының Ниде қаласына қарасты Алтай қазақ ауылында кездесіп сұхбаттастық. Өзім атым Мәстура, әкем Ақыт қажы, шешем атым Мәлике. Анам да Пәкістан өлді. Айт күні таңертең өлді анам. Айт намазынан жәназасы қылды. Әкемді көргем жоқ, 2 жасында қалдым. Әзір 80 жасындамын. Сонда апа сіз Ақыт Үлім жының қызы боласыз? Қызы боламын. Сіздер мектепте оқымадыңыздар ғой? Мектепте оқымадық. Мен Кәшіфте деген ағам бақты, Үзбірді өлді. Соғысты өсіріп, evlендірді, дін оқулын оқытты, намаз оқытты, Құран оқытты. Жаңаша оқымадық. Біз Пәкістанда келіп 12 жыл қалдық. Мен Орда келін болып büyüdüm. Одан кейін Түркияға келдік. Түркияның Стамбул қаласында тұрасыз?
Осы күнде Стамбулда бір үйіміз бар, Конияда бір үйіміз бар. Немерем Конияда оқиды. Оқып біткеннен кейін Стамбулға барамыз. Қанша немереңіз бар апа? Үлкен қызымдан 4-еу бар. 2 қызым Америкада, 3 қызым Стамбулда. Bir ұлым бар, жаңыз Жабдулла Жапар. Үлкен қызымнан 2 бала бар, одан кейін қызымнан 4 бала бар. Олар Америкада. Өзім ұлымның қолындамын. Келінім аты Зейнеп. Жаңыз келінім алақанға сапағып отыр. Не кір жумайым, не тамақ пісірмайым. Дуа қылып. Жақсы, Аллаға шүкір. Қазақстанға барып тұрасыз ба? Қазақстанға барамыз, ол үйіміз бар. Кәрішкім жоқ, ең кәрісім бейбін, 80-ге келді. Сіздің атаңыздың есімін Ақыт Өлімжолы Қазақстанда өте жақсы таниды. Әкеңіздің қандай шығармаларын білесіз? Бісміллә деп бастайын, асығыс айтып тастайын. Иманды болғыр жас төрім, аузымнан қайтып тастайды. Базадан келген қорғасын ауыр болмасын. Иманды болғыр жас төрім, алдыңнан Алла оңғарсын. Әкемнің кепеші бар үйде, Ақыт қажының, өзелгендегі басындағы. Жүзігі бар. Қайнатамызда ағзам олда үлкен мүфти болатығын. О Пәкістанда өлді, оның мезарының басынан от жанып тұрады дейді. Одан кейін ұлым барам деп жібермедік. Пәкістан ұзақ. Әкемнің кітабын менің ұлым шығарды. 6000 кітап басып Қазақстанға тағытты. Өзіңіз оқып шықтыңыз ба ол кітапты? Әкеңіздің кітабын? Мен Құран оққанды білем, басқа білмеймін. Мен соқ намазымды қылам, тәшмиғым шегіп, Аллаға дұға етіп отырмын. Бүтін пайғамбардың үмітін Алла амандық бер, иелік берсін. Әлі де намаз оқисыз ба өзіңіз? Оқимын. Намаз оқымаса болады ма? Шама бар ғой намаз. Алхамдулилла. Отырып оқимын. Келінім бар, Зейнепті да 5 уақыт намазын қоймайды. Аллаға шүкір. Ұлым Қазақстанға барып іс жабады. Ұлым айтам, қайырлы іс жап, алал іс жап. Арам болса іс жасармын. Bir kuruş болса да алалынан берсін Алла. Шәйіттік дәрежесін берсін Алла. Қажылыққа бардыңыз ба апа? Қажыға 4 кері бар. 4-еуінде ұлым жіберді. Дегенде өзім бардым, одан кейін Қытайдан ағайдарым келді. Сода да ертіп бардым 2 сапар. Енді Алла тағала мұсылман баласына нәсіп етсін. Қазақтың берекесі жақсы, бірлік болса әр заман дирлік болады. Береке бірлік болып, жақсы болып, бір-бірінен айырмай, Алла тағала қайырлы кешіп берсе, үлкендерге 5 уақыт намазын, 30 оразасын қоймаса, намазды иманның басы. Алла тағала қазаққа жақсылық берсін, жамандық бермесін, әр жейбесі Алладан берсін. Алла тағаланың бұл бергеннен шүкір етсе қаз. Қара қазан қайнаса, қаймана халықтың қазынасы. Түркиядағы қазақ ауылы Алтайдың 60 жылдық мерейтойы өтеді деп алыстан ат арылтып жеткен қандастарымыздың арасында Германияның Кёльн қаласында тұратын қандасымыз Абдулғаппар Шохблем бар. Германияда отырған қазаққа бас болып, бір кезде Кёльн қазақ мәдени қоғамын басқарған Абдулғаппар ағамыз Анадолыға қазақ көшінің тарихы туралы емірене отырып айтты. Алтайдан ауған елдің тарихы алдыңғы буыннан естіген Абдулғаппар Шохблен айтқан бұл деректер тарихи үлкен бір кітапқа арқау боларлықтай. 1972 жылдан бері Германияның Көлін қаласында тұрам. Мотор монтажда істедім. Зейнеткер болып шығып, Аллаға шүкір әзір жүріп жүрміз. Қазағымыздың өзі ұлттық мәселелері бар. Мысалы үшін құрылтай дейміз. Қалыспаймыз, бәріне барамыз. Тұрмысып. Алтай ауылы қалай құрылды, ол қалай болды десеңіз, Алтай ауылына біздің әкелеріміз сонау жерден шығып, Пәкістан айланып, Түркияға келген 1953 жылының 9 айында. Бұл жерде өкімет арқылы келген, өкімет өзі бақты, салық төлемедік, әр түрлі қамқорлық бізге жасады. Истанбулдан Серкеди, Зейтинбурну, Tuzla деген 3 жерге орнатылған. Бұл жерде бір 2 жыл баққаннан кейін Түркияның Қайсарына бір 110-дай қазақ орнатылды. Мына Яхиялы менен Девелдің арасында ауылдар. Одан кейін Улукшылы аймағына Алтай ауылында орнатылды. Ол жерде 161 үй болды. 1955 жылының 7 айларында осы Алтай ауылында аталарымыз, апаларымыз орнасып келген. Олардың енді екінші жұрты деп айтса болады. Қазақтың білген, көрген тон, аяқ киім, бас киім, қолғап тіге бастады. 60 жылдан бастап 80 жылға шекім сол жерде осы несімен шұғылданды. Ол вақты төк жоқ болғаннан кейін қол машина, аяқ машинамен тікті. Алтайкөл әзірше 30-35 мөлшерінде ғана отбасы бар. Төмен Ақсарай Сұлтан хан деген бір кішкене аймақ бар. Ол жерге де 60 үй орнатылды. Ал енді мына батыс жағымызда Конияның Исмил қасабасы дейміз. Ол жерде бір аймақ бар. Оның шығыс жағында бір 60 үй қазақтарды Исмил орнатылды. 120 таман үй Еге бөлгесі дейміз. Манисаның Салихли аймақ 120-дай қазақ сол жерде бар. Барлық қазақ сол ана жерден шыққан қазақтарымыз. 161 үй қазағымыз. Барлығы бір-бірімізді жақсы танитын, аталарымыз бір-біріменен дидарласып жақсы өткен кісілер. 160 үйдің балаша ұрпақтары Истанбул және Еуропа елдерінде. Алтай ауылын тастап кеткен жоқ. Алтай ауыл жақсы. 60-70 жыл болған үйдер. Еліміз Қазақстан менен Түркияда қазақтар бір-бірімен дидарласып, жақсы жүріп, бір-бірімен көмектесіп, бір
бір менен танысып, осындай жақсы тойлардың, тілеулердің бола беруін тілейміз. 60 жылдық үшін арнайы сіздер Көлнен келіп отырсыздар ғой. Әрине, естідік, бір ай бұрын осындай бір ұйымдастыру бар Алтай ауылында деді. Соған тікелей жұбайымыз Хамида екеуміз келіп қатынастық. Жасымыз ілгері болғанмен де шаршамаймыз. Неге десең, ұлттық мәселенің ішінде біз бармыз. Қанша бала тәрбиелеп отырсыз отбасында? Балаларыңыз қаншалықты қазақша біледі? Балалардың мәселесіне келгенде біраз кішкене қауіпті. Мысалы біз өзіміз тарыдай тарап, әрбір жер шашылып отырған қазақпыз. Осы құрылтай осындай бір жиіліс бола берсе, о балалар шықай кетпей, өзін танып біліп жүреді. Ал енді тілге келгенде, Түркияңызда болса дағы, Еуропа болса дағы, алдындағы аталары, апалары, яке әке шешелері баулап, оларға тілін, дінін, ғұрып қадетін айта отырса, одан қашпайды, үйрене тұғын. Ал енді оның барлығы әке мен шеше, ата мен апаның міндеті. Сондықтан біз үйде тілімізді қазақша бір балам бар, ол бала. Одан 3 немерем бар. Ол 3 немеремді немісше оқиды, немісше сөйлейді. Үйде біз өзіміз тұрмысып қазақша да сөйлейміз. Оған қайтарғанда кішкене қиналады. Атамекен туған жеріміз Қазақстан жақсы. Біз бұған абыройымыз көтеріңкі. Неге десең, бізді деп көргенде татар, Жапан, Қытай деп атадымыз. Сонда біз ол сөздегі арданатымызды. Қазақстанды біз ол уақытта білетімізді. Орыстың қоластында болсам, осындай қазағымыз бар, осындай неміз бар деп айта алмайтымыз. Алла шүкір 1991-де егемендігін алды. Одан бері міне кеудеміз көтеріп, өзінің туын, өзінің заңын бәрін шығарып, дүниеге танылған бір мемлекет болды. Дүниеде оны құрметтеп көтереді. Алла Тағала президентімізге ғұмыр, деніне саулық берсін. Еліміз аман, жұртымыз жақсы болсын. Бұл тыныштық болғаннан кейін ол мемлекетте әр нәрсе жақсы болады. Сол үшін көк туымыз желбіреп, абырой көтеріліп, еліміз, жұртымыз жақсы болсын, тілегіміз болсын. Абдулғаппар Шоқбілен Көлн қазақ мәдени қоғамын бірнеше жыл басқарды. Ел егемендігін алған жылдары Қазақстанға келіп, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлымен кездесіп, сол кездері елден жырақта отырған ағайынның көкейкесті мәселелер туралы айтып жеткізді. Өзге елде ғұмыр кешіп, өзге елде түтін түтеткен алыстағы ағайындарымыздың рухы биік, ұлттық намысы жоғары. Қазақ десе жанын беруге даяр мұндай ұлт жандылары көп екендігіне осы сапарымызда көз жеткіздік. Алыста жүріп қазақтың даңқын шығаруға үлес қосқысы келетін дарынды, талантты қандастарымыз туралы әңгімені алыстағы ағайынның келесі сандарының үлесіне қалдырдық. Хабарды дайындаған Жазира Амантай, дыбысын үндестірген Асхат Асханбек. Әуе толқынында қайта тілдескенше аман, сау болыңыздар.